Бұл видеода бірінші айда запуск жасау арқылы 14 миллион 999 мың 999 теңгеге запуск жасаудың нақты инструменттерін біліп алатын боласыз. Егер де сіз эксперт болсаңыз, действующий эксперт болсаңыз да, курсыңызды енді бастағыңыз келсе де, немесе курсыңыз бар, бірақ сол курсыңызды сата алмай жатқан болсаңыз, тіпті продюсерлікке ауысқысы келетін маркетолог болсаңыз да, бұл видеода сізге нақты пайдалы пошаговый инструкцияны алатын боласыздар. Сондықтан да видеоның соңына дейін қараңыз, және де егер де сұрақтарыңыз болатын болса, қазір видеоның соңында арнайы номерлер көрсететін боламын, соған жазып сұрасаңыздар болады. Давайте өзімді қысқаша таныстырып алайын. Есімім Тасболатов Бауыржан болады. 2019 жылдың қаңтар айынан бастап осы маркетинг саласында жұмыс атқарып жатырмын. Нақтырақ айтатын болсақ, осы инфобизнесте де, товарный бизнесте де, услуга бизнесте де маркетингін жүргізу арқылы бірнеше компаниялардың нақты нәтижеге жеткен болатын. Қарапайым осы копирайтер, потом одан кейін таргетолог, SMM, одан кейін руководитель отдела маркетинга, project менеджер и дальше уже директор отдела маркетинга деңгейге дейін жеткен болатынмын. Сондықтан да бұл видеода сізге нақты клиентті әкелу, оны қалай сатуға болатындығы жайлы былай практикада қолданылып жүрген, былайша айтқан кезде сіздің продажаңызды нақты өсіруге көмектесе алатын советтермен бөлісетін боламын. Нақтырақ кейстерді айтатын болсам, неге мен 14 миллион 999 мың теңге деп қойып отырмын? Себебі осы уақытқа дейін мен ағылшын тілінен стабильно ай сайын 10 миллионнан 15 миллион теңгеге дейін оборот жасап отырған болатынмын. Одан бөлек трейдинг саласында ай сайын 10 миллионнан 15 миллионға дейін тоже оборот жасап отырдық. Одан бөлек психология саласында 20-25 миллион теңге оборот жасап отырған болатынбыз. Яғни оның барлық процесстерінде мен өзім нақты маңызды руководящий должностьтарды атқардым. Әрбір проектіде осы мен өзім айтып отырған проекттердің барлығында ключевой точкаларды өзім жасап отырдым. Яғни біреуінде вебинар болса, біреуінде мастер-класс болса, біреуінде басқа болса. Яғни именно әрбір воронкаларды әртүрлі эксперттің типіне, оның түріне байланысты қолдану арқылы мен тек бір ғана инструмент емес, әртүрлі ситуацияларда қалай дұрыс жасау керек, қалай дұрыс продажа жасауға болатындығы жайлы опыт жинаған болатын. Сондықтан да осы видеода мен сізге нақты осы өзімнің опытыммен бөлісетін боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін көріңіздер, кеттік. Енді қараңыз, бір айда 14 миллион 999 мың 999 теңгеге запуск жасау үшін сізге қазір мен айтатын бірнеше қадамды бірге бір нақты жасап шықсаңыз болғаны. Енді ең алдымен бірінші қадам ол қандай? Әрине инфобизнес болғандықтан бұл өзі айтып тұрғандай бизнес. Яғни бұл жерде нақты өнім болады, нақты клиенті ол өнімнің өзінің бір целевой аудиториясы болады, және де ол целевой аудиторияға нақты сатылатын воронка болады. Соответственно, бұл бизнес болғандықтан сіз ең алдымен, как осы өзіңіздің курсыңыздың основателі ретінде, осы эксперт ретінде, как немесе продюсер ретінде, сіз ең алдымен нақты бір өтімді продукт жасап алуыңыз қажет. Яғни бірінші қадам бұл өтімді продуктты жасау деп айтсам болады. Өтімді продукт деген кезде ол қалай нақтырақ айтатын болсақ, қандай қадамдардан тұрады және де қалай жасалынады. Ең алдымен қараңыз, сіз нақты өтімді продукт жасау үшін жай ғана экспертпен шамамен бір 3 сағат, 5 сағат уақыт отырып, нақты распаковка жасап алуыңыз керек. Распаковканың мақсаты неде? Распаковканың мақсаты нақты сіздің экспертіңіздің немесе сіздің өзіңіздің басқа да осы рынокта, нарықта бар эксперттерге қарағанда қандай айырмашылықтарыңыз бар екендігін табу мақсатында, сіздің өзіңіздің уникальный бір методикаңызды табу мақсатында, сонымен қатар осы сіздің өмір жолыңызды как прогресс ретінде немесе презентацияда басқа жерде қолдану мақсатында жасалынатын былайша айтқан кезде сұхбат. Бұл сұхбат ешқай жерге жарияланбайды, бұл как подкаст форматында бір ютубқа салынбайды. Бұл тек қана өзіңіздің, яғни мысалы егер де сіз маркетолог болсаңыз, онда экспертпен жасалынатын, егер де сіз өзіңіз эксперт болсаңыз, онда жай ғана осы сұрақтарды өзіңізге қою арқылы өзіңізге жасалынатын жаңағыдай сұхбат болып табылады. Енді бұл жерде ең маңыздысы не? Көп жағдайда распаковка деген кезде біз тек қана поверхностьна өтіп кетеміз, яғни дайын осы сұрақтар бар, например, мынау сияқты осы сұрақтар бар, және де осы сұрақтарды алып, мен біріншісі, екіншісін қойып шығуым керек деп қана ойлайды. Бірақ распаковканың ең маңызды, яғни ең бір керекті результаты бұл сіздің бір ерекше методикаңызды ойлап табуыңыз керек. Немесе ол сіз жай ғана история айтып отырған кезде өзі бар екендігі байқалынады. Сондықтан да ең бірінші сіз жақсы өтімді продукт жасау үшін распаковка личности жасайсыз. Одан кейін екіншісі, на основе вот этого распаковки сіз аласыз да шамамен өзіңіздің идеяңыз, яғни продуктыңыздың идеясын құрастырасыз. Мысалға, егер де сіз ағылшын тілі мұғалімі болатын болсаңыз, онда айталық жаңағында 2 айдың ішінде нақты, мысалға элементар деңгейінен бастап
например преинтермедиат деңгейіне дейін жеткізетін арнайы бір өзіңіздің оқыту методикаңыз бар делік. Яғни ол методиканың нақты өзінің бір программалары болады, яғни элементар деңгейіне қандай сөздер білу керек, оны қалай оқу керек, жаңағыдай қандай ережелер бар деген сияқты арнайы бір программаңыз болады 2 айдың ішінде. Сіз жай ғана ол сабақты бірден түсіріп бастамайсыз. Сіз ол сабақты алып бірден барып бір студия жалдап, барып оны жаңағыдай расход жасамайсыз. Жай ғана сол өзіңіздің басыңызда пайда болған идеяны аласыз да нақты жазып программасын құрастырып қоясыз. Яғни егер де мен сататын болсам, онда шамамен осындай программаны адамдарға ұсынатын едім. Программаңыздың идеясын жазып қоясыз. Яғни сіздің уже шамамен өзіңіздің распаковкаңыз бар, және де сол распаковканың барысында уже программаңыз шықты. Келесі, әрине бұл рынокта сіз жалғыз емессіз. Сізге дейін де бұл рынокта адамдар болған, және де сіздің кейін де ол жақта жаңадан бір эксперттер шығады, жаңадан бір методикалар пайда болып жатады. Сондықтан да сіз не істеуіңіз керек? Сіз өзіңіздің нишаңыздағы именно конкуренттерді және де сіздің нишаңыздағы жұмыс жасап жатқан компанияларды бір зерттеп шығуыңыз керек болады. Яғни бұл мен айтатын едім конкурентный анализ деп. Не үшін? Себебі қараңыз. Бізде рынокта көп жағдайда қалай жасаймыз? Аламыз да идеяны жасайды. Одан кейін сол идеяны нақты тексермей, оның нақты өтімділігін білмей, оның бір ерекшелігін ештеңесін таппай алады да соны рекламаға жібереді и потихоньку оны сатып бастайды. Ол өтпей қалады, иногда өтіп кеткен күннің өзінде де, бірақ оны былайша айтқанда бастапқа шығаруы қиын болып жатады. Яғни оны дальше сатуы да проблема болады. Неге? Өйткені жай ғана ол рынокта қандай игроктар дейді ғой, былайша айтқанда конкуренттер бар екендігін білмей, олардың бағасын білмей, олардың офферлерін білмей, олардың сізге қарағанда қандай ерекшелігі, немесе сіздің оларға қарағанда қандай ерекшелігіңіз бар екендігін білмей, сіз өзіңіздің курсыңызды былайша айтқанда максималды түрде сатуыңыз қиындау болады. Қазір оның не үшін анализ жасайтын бәрін түсініп алдық. Дальше кеттік. Конкурентный анализ жасайсыз. Конкурентный анализден кейін әрине сізде целевой аудитория деген зат бар. Целевой аудитория дегеніміз не? Целевой аудитория бұл әрбір продуктының өзінің сатып алатын нақты бір алатын адамдары болады. Соответственно, өзі аты айтып тұрғандай, ол целевой аудитория. Например, мысалға айталық, гинекология курстары бар дейік. Қарапайым мысал, гинекология курсы бар болатын болса, ол в основном ол адамдарға мүлде керек емес. Ол үйленбеген жаңа адамдарға көп жағдайда қажет емес. Және де ол кішкентай балалар қажет емес. Соответственно, ол именно в основном үйленгеннен кейінгі болатын жаңағындай келіндерге, немесе бір рет бала босанған, 2 рет, 3 рет бала босанған, яғни уже бала көп үлкен плод туғаннан кейін бір проблемасы болатын, яғни әртүрлі женский частьтағы проблемалары бар адамдарға арналатын болғандықтан, соответственно, ол гинекология курсының нақты аудиториясы бар. Тура сол сияқты ағылшын тілінің де мысалға шетелге шығатын адамдардың өзінің аудиториясы болады. Мысалға именно сөйлеуді үйренгісі келетін адамдардың өзінің аудиториясы болады. Деген сияқты әрбір методиканың өзінің бір аудиториясы және соны сатып алатын бір целевой нақты клиенттері болады. Соответственно, сіз конкурентный анализ жасағаннан кейін целевой аудиторияны нақты таңдағаныңыз дұрыс. Енді қараңыз, сіз мына целевой аудитория жасағаннан кейін келесі сіз не жасайсыз? Бұл осы төртеуінен барып бізде вывод деген зат шығу керек. Вывод дегеніміз не? Яғни вывод деген ол қалай болады? Мысалға сіз өзіңіздің распаковканы жасадыңыз, өзіңіздің идеяңызды құрдыңыз, потом тура сол идеяны басқа да конкуренттермен салыстыра отырып, оны кішкене жақсарттыңыз, кейбір жерлерін өзгерттіңіз, кейбір жерлерін алып тастап, немесе керісінше басқа конкуренттерден сіздің идеяңызды жақсартатын кейбір идеяларды қостыңыз. Сонымен қатар нақты сізден сатып алатын аудитория бар екендігін анықтап, және де соны таңдаған уақытта сізде нақты өзіңіздің бір кімге сатамын, қалай сатамын, не сатамын, қандай обещание беремін, және де қалай оны адамдарға ұсынамын деген бір нақты өзіңіздің бір результатыңыз болады. Соответственно, осы вывод барысында сізде ары қарай қарап тұрсаңыз, бізде уже упаковка, яғни қандай обещаниялар беріледі, офер, жаңағыдай сіздің өзіңіздің мысалға ценностьтарыңыз, яғни ценности нашей компании деген сияқты. Содан бөлек жаңағыдай сіздің өзіңіздің ерекше бір түстеріңіз. Енді қараңыз, сіз бұл моментте өтімді продукт жасау барысында сіз сабақ түрген жоқсыз.
сіз студия жалдаған жоқсыз, сіз мобилографқа немесе видеографқа ақша жұмсаған жоқсыз, сіз жай ғана алдыңызда идеяны құрастырып және де оны бір жерге жазып қойдыңыз. Енді осы идеяның адамдарға керек па, керек емес па, сатып алады ма, алмайды ма, нақты біліп алуыңыз қажет. Ол үшін сіз барып сразу үлкен офис жалдамайсыз, сразу айтып қояйын, барып үлкен команда алмайсыз, барып бір үлкен бір расход жасамайсыз. Ең алдымен жаңа ғана өзіңіздің ойлап тапқан өніміңізді, яғни ерекше бір атауы бар, бұл жақта ол продуктының өзінің бір атауы болады, оның форматтары жазылады, қандай форматтары болатындығын, оның жаңағыдай ерекшеліктері көрсетіледі. Жаңа айтқандай былайша айтқан кезде упаковка жасалынады, және де осы продукт бар. Мысалға айталық, женское счастье деген курс дейік, например, женское счастье дейік. Мен мысал қазір ойлап таба салдым. Енді осы курсты біз нақты өзіміз ойлап тапқан, яғни өзіміз гипотеза жасадық қой, например, осындай бір аудитория алатын шығар деген. Сол гипотезаны біз енді тексеруіміз қажет. Тексеру үшін біз минимальный жизнеспособный продуктыны жасаймыз да, және де сол продуктыны адамдарға ұсынамыз. Яғни ол қалай? Сіз барып сразу бүкіл курсыңызды түсіріп тастамайсыз, сіз барып бүкіл жаңағыдай студияға анда-мында ақшаңызды жұмсамайсыз, үлкен команда алып тастап, офис алып тастамайсыз, жай ғана минимальный форматта өзіңіздің рекламаңызды жіберіп, және де сол арқылы сіздің жасаған идеяңыз халыққа қажет па, қажет емес па, сіздің жасаған продуктыңыз үшін адамдар ақша төлеуге дайын ба, дайын емес па екендігін анықтайтын этап болып табылады. Енді қараңыз, бұл жерде маңызды бірнеше заттар бар. Біріншісі, сіз өзіңіздің идеяңызды, яғни минимальный жизнеспособный продукт, яғни MVP тест жасау барысында өзіңіздің екі жолмен жасасаңыз болады. Біріншісі, бұл нақты дайын, егер де аудиторияңыз бар болатын болса, мысалы сторис қарайтын, немесе бір жаңағыдай телеграм каналда, WhatsApp чатта, немесе басқа бір жерде уже жиналып отырған, сіздің продуктыңызға қызығатын, сіздің целевой аудиторияңыз бар жер болатын болса, онда сіз сол жерге офферіңізді жіберу арқылы өзіңіздің ұсынысыңызды жасап, және де сатып көретін боласыз. Егер де адамдар сатып алса, значит, галочка, идея сработала, дальше можем масштабироваться. Ол туралы үшінші этапта айтып кететін боламын. Егер де екінші вариант, сізде ешқандай аудитория жоқ делік, например, Инстаграмда да, Ютубта да, Телеграмда да ешқай жерде аудитория жоқ, бірақ сіз өзіңіздің курсыңызды сатқыңыз келеді. Ондай кезде не істейсіз? Ондай кезде сіз либо баннермен, яғни мысалға Инстаграмда сторис арқылы баннер жасауға болады, немесе жаңағындай Canva деген приложение бар, немесе қарапайым бір баннершіге ақшасын төлеуге, немесе былайша айтқан кезде жай ғана ақ параққа өзіңіздің идеяңызды жазып, және де минимальный суммамен таргет қосатын боласыз. Яғни бұл екіншісі, егер де сізде ешқандай аудитория жоқ болатын болса, таргет қосасыз, сізге аудитория заявка қалдырады сіздің офферіңіз бойынша, және де солдан кейін сіз курсыңызды сатып бастайсыз. Енді қараңыз, егер де осы моментте бізде көп жағдайда екі затты адамдар қателеседі. Біріншісі, возможно, адамдар сіздің курсыңызға қызығып тұруы мүмкін, бірақ ол, мен қызығам, мен сөйтіп алғым келеді, жаңағындай жақсы екен, давай жасай бер, жақсы идея, ойнау өтеді, мощный деген адамдардың айтқан сөзіне сенбейсіз. Сіз бұл этапта важно көретін, яғни сіздің тапқыңыз келетін көрсеткіш бұл адамдардың ақша төлегені. Егер де сіздің идеяңыз айтқаннан кейін адам ақша төлеп, мен предоплата қалдырам, немесе мен аламын, мен курсыңызға тіркелемін деп айтпаса, возможно, сіздің идеяңыз ешкімге керек емес. Бұл бірінші момент. Сол үшін де жай ғана сізге адамдардан похвала дейді ғой, жаса деген сөз қажет емес, сізге нақты ақша керек, галочка. Соответственно, MVP-дің жақсы болғандығын, болмағандығын білудің единственный бір ғана жолы, бұл бізде мына осы екеуінің біреуінен, яғни өзіңіздің аудиторияңызға таргет жібердіңіз, немесе керісінше өзіңіздің аудиторияңызға оффер жасадыңыз, немесе таргет қостыңыз, неважно, екеуінің біреуінде адам ақша төлеуі керек. Осы жағдайда екінші момент бар. Көп жағдайда бізде адамдардың өздері сата алмауы да мүмкін. Яғни эксперттер оны өздері в основном байқамай жатады. Аудиториясын дұрыс болын анықтай алмай жатады, жаңағыдай дұрыс презентация жасай алмай жатады, немесе дожимать ете алмай қалады, возражениесін жауа алмай қалады. Соответственно, жақсы өнім болып тұруы мүмкін, адамдарда сұраныс болуы мүмкін, бірақ эксперттің өзі де сата алмай қалатын кездер болады. Яғни проблема продукты да емес, аудиторияда да емес, адамның, именно ұсынатын адамның өзінде болғандықтан бізде иногда бывает так, что MVP не сработал деген, яғни MVP жұмыс жасамады деген
этап болып көрінуі мүмкін. Сондықтан да сіз өзіңіздің мықты сата алуыңыз керек бұндай моментте. Сіз сату барысында қалай кәдімгідей клиентпен отырасыз, оған өзіңіздің бойларын ашасыз, сөйлесесіз, возможно консультация форматында, возможно Zoom форматында, возможно жаңағыдай онлайн немесе офлайн бір топтық мастер-класс немесе практикум форматында, маңызды емес қандай формат екен, форматы әртүрлі бола береді, бірақ сіздің ең басты мақсатыңыз бұл сату. Соответственно, сіз бірінші продукт құрдыңыз, яғни идеясын жаздыңыз, например, менің продуктым осылай, тарифтер осылай болады, осыны үйретемін. Екінші, сол өзіңіздің құрған идеяңызды ешқандай артық ақшасыз, минимальный расходтармен бардыңызды тексердіңіз. Как только сізде адамдар ақша төлейді, все, значит идея работает, значит біз оны дальше уже масштабқа ақырындап дайындай берсек бола береді дейміз да, біз осы кезде не істейміз, біз ақырындап потихоньку систематизацияға жасаймыз. Систематизация, яғни жүйелендіру деп айтайықшы қазақша. Жүйелендіру дегеніміз ол қалай? Сіз үлкен қайталап айтамын сразу, болды мына жақта адамдар төледі екен деп барып, бірден барып үлкен бір офис алып тастаудың, қаланың ортасында квадратурасына үлкен ақша, көп ақша төлеудің, немесе бір сразу барып отдел продажасы жайында 10-15 адамы менеджері бар команданы алып алудың, немесе сразу келіп бір миллионға, 1,5 миллионға, 2 миллионға таргетке ақшаны сливать ете салудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Сіз өзіңіздің идеяңыздың жұмыс жасады деген галочка алған кезде, адамдар бұл продукты қызығады деген кезде, сіз нақты бизнес моделіңізді құрастырып алуыңыз қажет. Яғни это и называется как бы систематизация. Систематизация деген кезде қалай? Сіздің продуктыңыз бар, яғни өніміңіз бар, бірақ ол теория, пока ол сабақ түсірілген жоқ, ол пока адамдарға нақты берілуге дайын емес, бірақ жалпы идея бар, оны сатып алатын аудитория бар. Демек, сіз осы конвейер дейді ғой, яғни конвейерный системасын жасауыңыз қажет, чтобы мына жақта лид өзі келетіндей. Лид дегеніміз бұл сіздің товарыңызға, сіздің курсыңызға қызығатын заявка қалдырған адамдар. Например, клиент немесе лид өзі түсіп тұру керек, ол түскен лидпен ары қарай обработка жасалуы керек, одан кейін оған сатылу керек, одан кейін ол сатып алғаннан кейін оны дальше күтіп алатын мына жақта бір сабақ немесе платформа, возможно кураторлар болу керек. Куратор болғаннан кейін ол сабақ басталмастан бұрын оған договор жіберілу керек обязательно, және де договор сабақ біткеннен кейін оған акт выполненных работ жіберіп, қол қойдыртып, все, сабағың аяқталды, ешқандай претензияң жоқ деп аяқтап, одан кейін оны барып нақты сіздің мысалға оборотыңызды көрсетіп, налоговый отчетыңызды тапсырып, вот сондай былайша айтқан кезде жүйе қалыптастырып алу қажет. Қарап тұрсаңыз, сіз бірден барып, все, мен осы өзіңіздің кәсібіңізді жаңағыда ешқандай бір нақты бір идеясыз, бизнес модельсіз барып таргетке ақша сала бергеннен, немесе бір рилс түсіре бергеннен, немесе бір команданы көбейте бергеннен, үлкейте бергеннен сізге пайда жоқ. Сізге алдымен жүйе, система құрып алу керек. Мынандай бір жақсы сөз бар: если у тебя в бизнесе хаос, ты масштабируешь хаос деген сөз бар. Соответственно, бұл өте маңызды идея негізінде. Сіз өзіңіздің мысалға келген клиентті күтіп алатынын, жаңағыдай қалай болатынын, қандай сабақ берілетінін, басқасын барлығын жүйелендіріп жасап алмасаңыз, ертең сізде міндетті түрде возврат болады, ұнамаған клиенттер болады, адамдар сізге жаңағыдай жалоба жасайды, инстаграмда жазады деген сияқты. Былай айтқан кезде сізге мүлде қажет емес, сіздің басыңызды ауыртатын проблемалар пайда болуы мүмкін. Соответственно, біз систематизацияны жасауымыз қажет. Осы систематизациядан кейін бізде келесі этап, ол әрине масштабирование, яғни масштабтау. Енді систематизация мен масштабированияның разницасы неде? Систематизация — это когда сіз минимальный усилиялармен, бірақ работающий бизнес модель жасап шығасыз. Яғни, мысалға командаңызда бір ассистент, например, бір таргетолог, 2 менеджермен сіз работающий бір бизнес модель жасайсыз. Возможно, ол автовебинарный воронка болады, возможно, ол жаңағыдай мастер-класс воронкасы болады, возможно, ол жаңағыдай разбор форматы болады, немесе жаңағыдай клиенттерін күтіп басқа да бір, может быть, мини-курстар болады деген сияқты. Былайша айтқан кезде нақты бір системаны таңдайсыз, бір нақты воронканы таңдайсыз, және де сол воронканы как конвейер ретінде, мысалға $10 реклама жіберсеңіз, сол $10 10 адам келіп, 10 адамның 5-еуі қызығып, 5 адамнан біреу сатып алатындай
жүйе құрасыз ғой. Яғни бұны маркетинг воронка дейді, систематизация дейді, және де сол системаны қарап ұстап отыратын команда құрасыз. Яғни мен қазір сізге тек қана воронка жайлы айтып отқан жоқпын, чтобы воронканы ұстап отыратын поддерживающий система құрылу керек. Яғни ол таргетолог алу керексіз, ол таргетологқа былайша айтқан кезде дұрыс KPI қойылу керек, оған дұрыс задача қойылу керек деген сияқты. Это все общее, бір сөзбен айтқан кезде систематизация деп айтылады. Дальше кеттік. Яғни былайша айтқан кезде клиентті тоқтатпай әкелетін система құру этапы дейікші. Енді мысалы сіз өзіңіздің воронкаңызды таңдадыңыз, оған арнайы команда жинадыңыз, бәрі командасын тапсырмасын бердіңіз, делегировать етіп тастадыңыз и қарайсыз. Так, работает ли это все правильно? Бір рет запуск жасадыңыз, мысалға менеджерлер келді, менеджерлер дұрыстап сөйлесті, скрипті кішкене жетіспей тұр, бардыңызға скриптін жасартып жібердіңіз, жаңа таргетке жібердіңіз, что-то клиенттің бағасы қымбат болып шығып тұр, бардыңызда таргетологпен сөйлесіп отырып, креативтерді ауыстырып қайтадан жақсарттыңыз деген сияқты. Яғни кейбір жерлерін дорабатывать етеміз, и соответственно сізде работающий бизнес-модель пайда болады. Яғни возможно мастер-класс, жаңа айтқандай, возможно вебинар, возможно трехдневный марафон, мини-курс, неважно, это уже әркім әртүрлі өзіне қандай формат ыңғайлы, сол формат таңдау болады. Соответственно сізде система бар, енді оны масштабтау керек. Яғни сіздің сатылып тұрған курсыңыз бар, сол курсты сатуға көмектесетін мини командаңыз бар. Енді осы командаға потихоньку, яғни лидтің санын көбейту керек, уже менеджерлердің санын көбейту керек, потихоньку жаңағыдай басқа да воронкаларды, бастапқыда бір воронка істеп тұрды, дальше енді соны жақсарту үшін тағы да бір-екі қосымша дополнительный воронкалар қосу керек, инстаграмды жүргізу керек, социальный сеттерді активно жасау керек. И дальше уже, соответственно, каждый масштабтың этабына сәйкес сізде командада уже ақырындап көбейе береді. И получается, сіз өзіңіз байқамай қаласыз, оказывается, бір айда жаңағында мен тақырыпта айтып кеткендей 14 миллион 999 мың 999 теңге алып келетін, былайша айтқан кезде системаны құрып алып, және де соны просто ұстап отыруға болады екен. Енді масштаб барысында бұл жақта негізі кез келген адам бастап бізде қалай жасағысы келеді. Біз көп эксперттер өнімді жасайды да, одан кейін сразу мына этапқа өтіп кеткісі келеді, яғни масштабқа. Бірден барып 10 миллион теңге тапсам екен, 20 миллион, 50 миллион, 100 миллион теңге жасасам екен, жаңағындай брендімді жақсартсам екен, үйтсем екен, бүйтсем екен деген жаңағыдай әртүрлі идеялармен негізі осы салаға кетіп қалады. Бірақ қараңыз, масштабқа дайын емес эксперттер бізде өте көп. Барады да бір курсқа оқып алады, ол курста айтады, ой барда там воронкаңды сыз 1,5 миллионға осындай расходқа дайын бол, мынаны жаса деп айтады, барады жасайды, бір рет жасайды, один раз сработал, о дейді, екінші рет барып қайтадан жасайды, екіншісінде уже біріншісінде емес показательдер құлап кеткен, ана жақта бірінші потоктан кейін адамдарда жалоба болып жатыр, ана жақта адамдар уже оқымай жатыр деген сияқты. Потихоньку масштабқа дайын емес адамдардың масштабқа шығып кеткендігі салдарынан, яғни хаосты масштабтау жүргеннің салдарынан бізде көп жағдайда адамдар, эксперттерде особенно выгорание, өтпей жатыр, сатылмай жатыр, что-то проблема көбейіп кетті, инфобизнес болмайды екен деген сияқты әртүрлі сылтаулар айтып жүреді. Что ондай болмас үшін сіз әрбір этапты прям дұрыстап жасап, орын-орнына қойып реттесеңіз, сол кезде сізде жақсы результат жасауға болады. Енді қараңыз, қысқаша айтатын болсақ, бірінші сіз өнім жасайсыз, әдемі, адамдарға керекті, пайдалы, шынымен де риза болатын бір өнім құрастырасыз. Одан кейін екінші, ол өнімді ақырындап минимальный жизнеспособный продукт ретінде құрастырып, оны MVP тест жасайсыз. Яғни аз суммамен, аз расходпен адамдар бұл өнімге қызыға ма, қызықпай ма, ала ма, алмай ма екендігін нақты галочка қойып біліп алатын боласыз. Как только сізде адамдар ақша төлеп сатып алған моментте, уже үшінші этап систематизацияға кірісесіз. Систематизация барысында сіз нақты бір воронка таңдайсыз, сол воронкаға арналған минимальный бір 2-3 адам таңдайсыз, үлкен офистар емес, кішкентай арнайы бір офистар аласыз, бастапқы сабақтарыңызды түсіресіз, уже былайша айтқан кезде кәдімгі бизнес жолын бастайсыз. Как только сіз системасын құрып, уже бизнес как конвейер ретінде жұмыс жасап, адамдар риза болып, клиенттер сізге уже сабағым курс екен, жақсы екен, маған ұнады, шынымен де пайдалы болды деп айтқан сәтте, сіз уже потихоньку аласыз да масштабированияға ауысасыз, яғни продажа санын көбейтуге,
былайша айтқан кезде үлкен бір нәтижелерге, запустарға шығуға. Егер де сіз осы төртеуін дұрыс жасайтын болсаңыз, онда сіз не только 14 999 000, одан бөлек 30 миллион теңгелікте, 50 миллион теңгелікте, 100 миллион теңгелікте запустарды жасай аласыз. Әрине әрбір запустте маңызды ол әрине бізде жаңа айтқандай воронкалар. Бізде нақты систематизация барысында воронка таңдау өте маңызды болып табылады. Сіздің воронкаңыз ол сіздің ресурстарыңызға байланысты, сіздің аудиторияңызға байланысты, сіздің өніміңізге байланысты болады. Соответственно, егер де сіз дұрыс воронка таңдап, дальше сол арқылы жақты жүйе жасап, ай сайын стабильно, возможно, 1 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 15 миллион теңге шыққыңыз келетін болса, онда мен сізді осы тақырып бойынша Астана қаласында өтетін арнайы офлайн форматтағы мастер-классқа шақырамын. Мастер-класста сіз не аласыз? Мастер-класста сіз нақты қандай воронкалардың түрлері бар, қалай оны құрастыруға болады, қандай детальдер бар, қандай ошибкалар жібермеу керек деген сияқты сұрақтардың жауабын аласыз. Және де сонымен қатар бізбен бірге сұрақ жауап болады. Мастер-класстың бағасы бар болғаны 4990 теңге ғана. Егер де тіркелгіңіз келетін болса, мына төменде көрсетілген номерге жазып, өзіңіздің орныңызды алсаңыз болады. Сонымен қатар мастер-класста бізде арнайы бонустарымыз бар. Егер де толығырақ ақпаратты білгіңіз келсе, жаңа айтқандай төменде көрсетілген номерге жазыңыздар, барлық сұрақтарыңызды сұрақтап қойсаңыздар болады. Егер де осы видео пайдалы болатын болса, міндетті түрде лайк басып, желательно осы аккаунтқа тіркеліп, подписка жасап алыңыздар. Себебі алдағы уақытта маркетингке байланысты, Instagram жүргізуге байланысты, рилсқа байланысты пайдалы ақпараттар көбірек салатын боламыз.